мен сіздермен бірге Шапағат подкаст бағдарламасының жаңа форматтағы әйелдерге арналған шығарылымы. Бүгінгі шығарылым қонақтары Атырау облысының дін мамандары Айгерім Асқарқызы және Аққу Алшын. Бүгінгі бағдарламамызда қоғамда өзекті болып отырған ниқаб мәселесін талқыға түсірмекпіз. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар, әлеуметтік желілерде болсын, немесе қоғамдық орындарда мектеп жасындағы жас қыздардың ниқаб киюі күрт өсіп кетті. Оны деген жаңа TikTok әлеуметтік желісінен байқауға болады. Себебі прямой эфирлерге ниқаб киіп, бейәдеп сөздермен, бейәдеп қылықтарын көрсететін жастарымыз көбейіп барады. Сонда бұл жердегі мәселе ниқаб сәнге айналып баратыр ма? Осы туралы бір ойларыңызды айтып кетсеңіздер өздеріңіздің. Ассалаумағалейкум. Біріншіден бұл жердегі мәселе хиджаб пен ниқаб мәселесін айырып алу керек. Хиджаб дегеніміз не және ниқаб дегеніміз не? Бірінші орында хиджаб мәселесі бұл бетпен, яғни бет жүзімен қолдан барлық жерінің жабық болуы, яғни осы екі мүшенің ашық болып, қалған барлық жерінің жабық болуы, ол хиджаб деп аталады. Ал ниқаб деп отырғанымыз ол біздің жаңағыдай бет жүзін толықтай жабу немесе көздерін ашық қалдыру деген сияқты осындай іс-әрекеттер арқылы, яғни орамал тағу арқылы ол бейнелер ниқаб деп аталады. Енді қазіргі таңдағы бұндай актуалды болып жатқан темалар өте көп. Ниқаб мәселесінде енді бірінші орында айтылатын дүние бірінші ғалымдарымыздың көзқарастарын айтып кетеміз. Яғни ниқабтың жаңағы уәжіп үкімі немесе харам болуы немесе парыз болуы деген сияқты нәрселерде көп ғалымдар әртүрлі көзқарастар берген болатын. Бұл жерде талас тартыстар көп. Бірақ та ниқаб мәселесі ол әрбір мемлекеттің өзінің климатына сай, әрбір мемлекеттің өзінің жаңағыдай салт дәстүріне, әдет ғұрпына сай, бір мемлекеттерге мысалға ол уәжіп болатын болса, бір мемлекеттерге ол жат нәрсе болып табылады. Оның ішінде енді біздің ол жаңағы Қазақстан мемлекетімізді алатын болсақ, біздің мемлекетте КМДБ-ның тарапынан бекітілген мазхаб ол яғни ханафи мазхабы. Ханафи мазхабы. Осы ханафи мазхабы бойынша біздің ғалымдарымыздың пәтуасы, берілген пәтуасы бойынша бұл ниқаб мәселесі әйел адамдарға уәжіп болмайды. Бұған дәлелдер өте көп. Яғни оның уәжіп дегеніне қарағанда уәжіп еместігіне ғұламалардың пәтуалары өте көп. Яғни пәтуа дегеніміз белгілі бір үкім беру, бір нәрсеге. Енді сол үкімнің өзінде де үкім кез келген әдет ғұрыпқа, жаңағыдай заманға сай, мекенге сай өзгеріп отырады. Енді бұл ниқаб мәселесінде де мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде де бір-екі жаңағыдай оқиғалар болған әйелдерге қатысты. Солардың бірінде мысалға айта кететін жағдай, жаңағы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қоштасу қажылығы бар ғой, яғни қоштасу қажылығында пайғамбарымыз көп нәрсені біздерге парыз, уәжіп, нені харам, ненің яғни мәкрух екендігін барлығын біздерге бекітіп кеткен болатын. Енді сол жердегі осы ниқаб мәселесі де қозғалған болатын. Қоштасу қажылығында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында, яғни Фазл ибн Аббас деген сахаба болады. Сол сахабаның қасында бір әйел адам, өте сұлу әйел адам тұрған кезінде Фазл ибн Аббас ол кісіден көзін алмай қараған болатын. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оның жүзін басқа жаққа бұруды яғни бұйырған болатын. Бұл жердегі алатын үлгі, яғни егерде ниқаб кию мәселесі уәжіп болған болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол әйелдің жүзінен кері бұруға тыймас еді. Яғни ниқаб киюге бұйырар еді дейсіз? Ниқаб киюге ол жерде бұйырады еді. Енді осындай сияқты өте көп дәлелдер өте көп, ниқаб мәселесіне. Енді бұл жердегі тағы бір айтылатын мәселе, Аллах тағала ер азаматтарға айтты, яғни әйелдерді көрген кездерінде жүздеріңді, көздеріңді төмен түсіріңдер деді. Яғни ол жерде ниқаб кию мәселесі уәжіп парыз болатын болса, егерде онда ер азаматтарға көздерін төменге түсіру бұйырылмас еді. Мен ойлаймын, бұл жерде жаңа сіз айтып отқан ғалымдардың сөзі, хадис, аяттарда келіп жатсыз, бірақ қазіргі киіп жатқан жастар ол жаққа үңіліп жатқан жоқ. Мен ойлаймын, олар сән үшін киіп жатқан секілді. Бізде ниқаб деген андай қалыптасып қалған. Ниқаб біз үшін жат ағымның бір символы ретінде. Яғни жолдасы қызғанып ниқаб кигізеді деген ұғым болды. Ал қазіргі жастар, олар даже мектеп жасындағы оқушылардың өздері ниқаб киіп,
олар өздерінің, мысалы жаңа сіз айтқан хадис оларды түсінсе, олардың өз-өздерін ұстауы басқаша болатын еді. Ал біз қазір көріп отырмық, олар деген TikTok әлеуметтік желісінің өзінде кәдімгі ниқап киіп алып, жаңа бейәдіп сөздер айтып жатады. TikTok желісіндегі осы өзіміздің жерлесіміз, бір сіңіліміздің бейне ролигі менің есіме қалып қойды. Айтып өтейін, Иманғали, шатаспасам, Иманғали мешітінің алды болуы керек. Тұрды да жаңағы намазхан балдар тараух намазын оқып шығып келатыр. Ортасында тұрып алған, Аллаху акбар деп айтады да, және астына жазып қойған, жаңа өзі де сөйлеп тұр, осылардың біреуі маған бұйырмады ау деп. Ондай не парақшасында бір 2-3 не, ол жалғыз сөзде түсіп тұрған жоқ. Оған дейін де басқа күндері де тараухта түскен. Сонда мен ойлаймын да, ол қалай, әдеп қайда? Біздер деген мысалы ниқап кигеннен кейін, ол ниқап кигенде андай адам өз-өзін ұстауы уже басқаша болу керек қой. Даже ниқап емес, хиджаб кигеннің өзінде де адам өз-өзін ұстағанда басқаша болу керек. Себебі менің есімде бір ұстазымыздың уағызында айтылған, әйел адам хиджаб кию арқылы дінді насихаттайды. Оған уағыз айтып, басқа адамдарға жаңағы насихат жүргізудің қажеті жоқ. Ол хиджаб киіп қоғамға шыққанның өзі насихат. Значит, сен хиджаб кидің ба, ниқап кидің ба, соған лайықты болу керексің. Яғни мінез құлқың, сөйлеуің, өз-өзің жүріп тұруың, даже күлуіңнің өзі әдепті болу керек деп ойлаймын. Иә, енді біз байқаймыз ғой, көп особенно қазір енді TikTok желісі ғой, жастардың арасында. Жастар деген кезде енді примерно жастары бір 20-дан төменгі қыз балалар көп қолданады. Енді біздер, мен өзім негізі TikTok'ты қараған кезде қайта ашады, мысалы прямой эфирларды қарайсың ғой, сол кезде соның ішінде де мысалы біздің батыстағы Атырауда, Ақтөбеде, Жаңаөзен, осы қалалардағы қыз балалар көп шығады. Ниқаппен, мысалы аппақ орамал таққанның өзінде де тек маска бар ғой, бетін жабатын, қап-қара алып тағып алады. Бірақ оның енді ол ар жағын түсініп жатқан жоқ та. Ол жаңа Айгерім ұстаз айтқандай, пайғамбарымыздың заманында не деді, оның үкімі қандай, ол не үшін киіп жатырмын деген сияқты, оның барлығын ешкім түсініп жатқан жоқ. Именно сондай жолда жүрген қыз балаларда жаңағы интернетке кіреді, прямой эфирға кіреді, көптеген жаңа сақалы бар ер адамдармен танысады, ол жерге күледі, әртүрлі жаңа бейәдеп сөздер айтады, боғау сөздер де болады да. Оның ішінде әртүрлі жаңа сіз айтып өткендей жаңа мешіттерге барады. Мешіттерге барғандағы ниетінің өзі жаңа құлшылық қылу, Алла Тағалаға ғибадат ету емес та. Ол жерде жаңағыдай осылардың ішінен біреу бұйырмады ғой деп, сол жердегі ер адамдардың жаңа өзіне бір жігіт іздеу ғой, былай айтқан кезде Внимание аудару. өзіне внимание тарту деген сияқты. На самом деле негізінде айтады ғой, әйел адамның жаңа мешітке баруының өзі бір не депті, әдепсіздік. Әйел адамның мешіті үйінде деп. Себебі әйел адамның жүрген жері ол ер адамдардың көздері түседі қанша дегенмен. Соның барлығы қазіргі таңда былай орамалсыз жүрген қыз балаларға қараған кезде орамалдағылар вниманиені көп алады да. Мысалы машалла деп қазір ер балдардың өздері де сондай, өз-өздерін ұстамайды, қасында кетіп жатқан кезде машалла, сестра, бірдеңе танысуға бола ма деген сияқты солай. Енді оның барлығы жаңағы ілімсіздіктен де, көбісі ниқапты не үшін кигізеді, ерте жастан тұрмысқа шығу бар да, ерте жаста тұрмысқа шығып кеткеннен кейін ер адамдар да оны түсінбейді. Оның барлығы жаңағыдай діни сауатсыздықтың болуы, ең бірінші фундаменттің болмауы, ар жағында қайдан келіп жатыр, үкімі қандай деген сияқты білмейді. Адамдар жаңағы фихты оқудың орнына, жаңа фихта кітаптарды ақтар, мынаның дәлелі мындай екен ғой деп түсініп барып оқудың орнына қасында жүрген адамдар қандай, оның ортасы қандай, мысалы тем более біздің Атырауда қазір хиджабтағылар көп та, мектепте болсын, колледж, универде болсын, жүрген жері, мысалы қарапайым официанттардың өздері қазір бізде андай жұмысқа кірген кезде орамалмен, именно Атырауда проблема емес қой, кіре береді любой жерге. Бірақ сондай орталары бар, мысалы 1-2 адам ниқап кисе, соны қызықтырады да, сен әдемі ғой осылай жүрген, шариғат бойынша. Енді былай қараса оған қызықпайтын адам жоқ қой, бірақ ол енді бізде ортада, қоғамдағы менталитетте стереотип бар да, ниқапты жат ағымдағылар ғана киетін сияқты, салафиттер, вахабиттер деп үлкен адамдарда, ата-аналарда да солай қалыптасып қалғанда, сондықтан оны адамдар көп білмейді. Соның ең бірінші себебі ниқап киіп кетудегі діни ілімсіздік деп айтар едім мен мысалы. Иә, мен осы жерде келсем Аққу ұстазбен, өйткені діни білімнің болмауы, жаңағыдай ең бірінші дінге келгеннен кейін адам Алла Тағаланы тани білу керек. Аллаху Тағаланы танығаннан кейін барып, адамның жаңағы дінге деген бүкіл толықтай иманы келтіріліп, толықтай жаңағыдай айналасындағы барлық адамдарға деген қарым-қатынасы, яғни құлдық қарым-қатынас деген нәрсе болады, ата-анаға деген қарым-қатынас деген нәрсе болады. Осының барлығына адам немқұрайлы емес, яғни жауапкершілікпен қарай түседі. Бұл ниқап
кию, хижап кию деген нәрсенің барлығы бір үлкен жауапкершілік. Әне ол кез келген адамның бойына бере бермейді Аллах Тағала. Аллах Тағала сол нәрсені бір адамға берді ма, оны міндетті түрде сол адам үлкен бір жауапкершілікпен сол нәрсені ақыретке дейін апару керек та. Мысалға хижабтың да өзінің бір несі бар ғой, яғни кең болу керек, денеге яғни жабыспау керек. Әрине оның барлығы, ережелерінің барлығы сақталса, ол діннен шықпаған болып есептеледі. Бірақ та ниқаб мәселесі енді қазіргі таңда жаңа сіз айтып жатсыз ғой, Атырауда біздің батыс өңірінде өте көп деп, иә. Неге? Өйткені біздің, менің ойымша, өзімнің жаңағыдай батыс өңірі жаңағы неге байланысты? Біздің мінез құлыққа, я менталитетке байланысты, я сол мәселелерге байланысты еліктеу мәселесі, жаңағыдай мысалға арабтардың әртүрлі неше түрлі киіп алып, ниқабты киіп, көздерін бояп, неше түрлі видеороликтар өте көп, иә, мысалға әлеуметтік желілерде. Сондайларға жас қыздар қызығады, бірсе кисе, бірсе шешеді деген сияқты, ол жаңағыдай қалыпты жағдайға айналысып жатыр, иә, ұласып бара жатыр. Бір шариғи киім ретінде қарамайды да қазір ниқабты, сол мода ретінде стиль үшін әртүрлі оның әртүрлі нелер шықты ғой, фасондары, модалар шықты, сөйтіп ауыстырып киіп деген сияқты. Енді жастарымыз не үшін ондай жат ағымның символдарына еліктейді? Менің ойымша, себебі біздің қазір қоғамның дерті ол деген үлкен ақыл айтатын үлкен әжелеріміздің аз болуы, жоқ болуы деп айтуымыз қате шығар, аз болуы дейік. Себебі мысалы TikTok желісінде енді барлықтарыңыз көрген шығарсыздар, жаңа әжелеріміздің жиналып алып карт ойнап, ішімдік ішіп отқан видеороликтері көп ондай. Ал оны олар немерелеріне ақыл айтудың орнына сондай жат қылықтар көрсетіп жатады. Сол себепті мен ойлаймын, әженің ақылын естімей өскен қыз сондай еліктеуге құмар деп ойлаймын. Оның барлығы енді бәрібір де адамға әсер етеді ғой. Мысалы, былай қарап тұратын болса, енді үлкенді көріп өскен ата-анасы бар, жаңағыдай үлкен енді көненің көзі әжелер, аталары бар адамдардың алған тәрбиесімен ондай тәрбиені алмаған адамның екеуінің несі білінеді, кәдімгідей айырмашылығы да. Енді сол жаңағыдай айырмашылықтары бар да, бірақ та сіз айтып отқан нәрсе, жаңа біз көрдік енді оны әлеуметтік желілерден, жаңа көп үлкен әжелер, кемпірлер жиналып алып, карт ойнап, ақша тігіп та, арақ ішіп, жаңа рюмка соғыстырып отырған видеоларын көрдік. Бірақ жаңа ниқаб киюге именно сол видеодағыдай әжелердің ақыл айтпауы ғана себеп деп айта алмаймыз да, ол нәрсеге себепкер деп. Бұл жерде ең үлкен мәселе, жаңа айтып өткенде тағы да айтыламыз, діни ілімсіздік біріншіден, екіншіден ерте тұрмысқа шығып күйеуінің ықпалы арқылы кигендердің несі. Сол үшін ниқаб киюге әуестену бұл жаңа күйеулерінің парызы да. Күйеулері қызғанады да ниқаб ки дейді, ал аналар тұрады да, сен күйеуіңе қарсы келмеу керексің, бұл деген жаңа Аллах Тағала саған лағнет айтады, сен разылығын ала алмайсың деген сияқты мәселелерді. Солай ортада бір конфликт болмау үшін екеуі ниқаб киюді жаңа ұйғарады. Солай қоғамда қазір көбейіп жатыр да. Ең үлкен несі сол деп айтар едім мен. Иә, бірақ сол байқап отырсаңыздар, мысалға сол ниқаб кию арқылы керісінше өздеріне көп внимание аударатын сияқты. Өйткені енді негізінде мұсылман әйел адамның, яғни бейнесі өзіне көп еркек, яғни еркек адамның сырттағы бөтен ер адамдардың назарын өзіне түсірмеу. Бірақ та біздің мемлекетте ниқаб жат нәрсе болғандықтан көбіне сол ниқабпен кетіп бара жатса, мейлі қандай ниқаб киіп алсын, немесе ашық түсті, қара түсті болсын, сол қандай киіп алса да ер адамдар міндетті түрде ондайларға қарайды. Бірінші мәселе, екінші мәселе жаман ой ойлайды ол адамдар туралы. Мысалға ол сондай нелерді, яғни жат қылықтарды біздің Қазақстанға, яғни біздің ортаға, біздің қазіргі салт дәстүрімізге қалыпты жағдай сияқты етіп келтіріп жатыр. Осы жер бірден қосып тұр. Мысалы біздерде жаңа ниқаб киеді ғой, киген кезде ол енді шариғи киім, жаңа кең киім, бетін жауып не деген сияқты, енді ол әр адамның өзінің құқығы ғой. Біз енді дін мамандары болғаннан кейін ол нәрсені біздің менталитетімізге сай емес екендігін айтамыз. Бірақ та сөйтіп киіп жүргендерге енді өзімен өзі әркім жүрсе, оларға ештеңе дей алмаймыз ғой. Мысалы шариғатта шығып жүрген жоқ па, маған тиіспеңдер деген сияқты, біз оларға енді до конца тиісіп ештеңе дей алмаймыз. Бірақ та біздің бұл жердегі талқылап отырған нәрсеміз ертең көрермендері түсінбей қалуы мүмкін ғой, не себепті өзімен өзі жүрген адамдарға тиісіп жатыр, содан басқа шаруалар жоқ па деген сияқты. Бірақ біздің енді ортаға салып талқылап отқан нәрсеміз жаңағы ниқаб киіп алып бейәдеп қылықтар жасағандар әлеуметтік желілерде, солар туралы айтып жатырмық та, түсініксіз болмау үшін айтып отырмын. Өте дұрыс айтасыз.
Енді осы ниқап туралы айтып отырмық қой. Енді ниқаптан бөлек, енді ол тақырыптан бөлек орамалдағы енді тек қана ниқаппен емес қой бейәдеп қылықтар жасап жатқандар, иә. Бірақ олар ең қатты көзге түсетіндер. Бірақ енді орамалда кәдімгідей өзіміз сияқты хиджаб тағып алып та бейәдеп қылықтар жасайтындар қаншама да. Енді оның бәріміз білеміз ғой. Қазіргі таңда енді өте жаңағы актуальны тақырыптар ғой, былай қарасаң. Әлеуметтік желілердегі блогерларда орамал тағатын қазір енді осы соңғы 2 жылдың ішінде өте көп көбейіп кетті ғой, мысалы орамал тағатындар. тағып шешетін деп Иә. акцентті берейік. Иә, дұрыс айтасыз Аққусы. Жаңағы біздің блогерлердің арасында хиджабты белгілі бір мақсаттарына киіп, кейін өз киімдерін ойнатқаннан кейін, бір мақсаттарына жеткеннен кейін хиджабтарын шешіп тастайды. Ол шешу себебі ата-анам қарсы болды, туған туысқан қарсы болды дейді. Мен ойлаймын, жаңа хиджаб кию, жаңа Айгерім сіз баста айтып кеттіңіз ғой өзіңіз, ол хиджаб кию өте үлкен бір жауапкершілік, ол ақыретке дейін болу керек дедіңіз. Енді ол хиджаб киердің алдында сен халықтың алдында жүргеннен кейін ең бірінші ата-ананың рұқсатын алып, туған туыстың рұқсатын алып, содан кейін барып киіп, және оны шешпеу керек деп ойлаймын. Егер ол сіздің блогерлік жұмысыңызға кедергі келтіретін болса, онда бәлкім блогерлікті қойған дұрыс шығар. Бірақ алайда жаңа мақсат үшін кию ол өте үлкен қателік. Енді бірақ та біздер дін маманы болғаннан кейін бұл жерде хиджаб мәселесі, яғни Аллах Тағаланың парызы, ол бізге берілген. Бұл Аллах Тағаланың парызы болғаннан кейін ол нәрсе барлық нәрседен жоғары тұрады, яғни биік тұрады. Сол нәрсе, мысалға кейбір қыздар болады, жас қыздарымыз болады, ата-анам қарсы болды дейді, немесе жаңағыдай рұқсат бермей жатыр деген сияқты нәрселер болатын болса, ол қанша жерден қандай қиындық туындап тұрса да, Аллахтың парызы бірінші орында тұрады. Енді жаңағы блогерлар, әншілер деген сияқты нәрселер, енді ондай әйел азаматшаларымыз қазақ қоғамында бар ғой, хиджабтарын киіп, жаңағыдай шешіп, олардың енді иннамал аъмалу бинният дейді, амалдар ниетке байланысты, кімнің ниеті қандай екенін білмейміз. Бірақ та көзге көрініп отырған дүниелерден, мысалға, олардың хиджабты бізге көрінген яғни бейнелерден, олар хиджабты біздерге бір ойыншық секілді сақтап отырған мақсатта пайдаланады дейсіз. Сондай сияқты болып көрінеді, бірақ та ол өте үлкен ауыр күнә. Яғни хиджабты бір киіп, бір шешіп, мысалға бір-екі блогерларды көрдік, жаңада әлеуметтік желіде шыққан, бір киді, бір шешті, тағы да киді, одан кейін қайтадан шешті деген сияқты. Ол бірден алған жауапкершілікті соңына дейін апармау, ол біріншіден адамның психологиясында бір қандай да бір не бар, кикілжің бар, немесе оның яғни иманында кикілжің бар. Ол толықтай иман етпеген адам болуы мүмкін. Енді бұл хиджабты жаңағы айтып өткеніміздей, бір киіп, бір шешу, ол толық иман келтірмеудің белгісі дедік қой, яғни Аллахтан толықтай қорықпаудың белгісі. Енді бұл хиджаб жалпы ол ислам дінінің бір символы. Жаңа сіз өзіңіз де айтып кеттіңіз ғой, яғни хиджабқа қарап, ол бізді дін насихаттап отыр, дін осы хиджабымызбен насихаттап жүр. Көркем мінез, яғни осының барлығы біздің бір хиджабымыздан көрінеді. Енді бұл тоқетеріне айтатын болсақ, яғни бұндай әншілердің, жұлдыздардың ондай көріністері ислам дініне жатқылық болып есептеледі. Жаңа блогер мәселесін талқылап жатыр екенбіз. Енді көпшіліктің ойында жүрген мәселе деп ойлаймын, біздің блогерлеріміздің қасиетті мекеніміз Мекке мен Мединаны туристік ортаға айналдырулары. Яғни жаңағы қажылыққа барады, бірақ өздерімен бірге арнайы мобилограф мамандарды апарады. Сонымен бірге соны жалғастырып жіберейін. Негізінде енді жаңа туристік не деп айтып отырсыз ғой, ол деген негізінде айтылған нәрсе ғой. Мысалы, ақырет күні жақындаған кезде Меккеге бару, қажылыққа бару, ол етакта туристік не болады деген сияқты. Орта болады деген сияқты. Енді бұрындары Меккеге бару деген бір үлкен адамдарға бір үлкен арман сияқты болды. Ешкімнің қол жетпейтін нәрсе сияқты. Үйде тек қана Меккенің бір картинасы тұрады, тауып жасап жатқан аппақ киінген адамдардың, немесе бір андай күнтізбеде ғана тұратын болды. Шынымды айтсам, өзіме мен кішкентай кезімде бір қол жетпейтін Мекке деген бір сондай нәрсе болды. Ал енді қазір қарайтын болсақ, екінің бірі барып жатыр да, кез келген нәрсеге ойнатып жібереді. Мысалы, бір подарка беру керек болса, бірінші орынға умраға жолдама дейді. Мысалы, әртүрлі жарыстар ұйымдастырады. Мысалы, мобилографиядан жарыстар ұйымдастырады, бірінші орынға умраға жолдама дейді. Немесе даже бір арақ ішетін, ішімдік ішетін адамдардың өздеріне де ата-аналарына болсын умраны сыйға тартады. Ол адам оны тіпті ар жағын түсініп жатқан жоқ, мағынасына терең үңіліп жатқан жоқ деген сияқты. Енді туристік орта ол
қазіргі таңда ол соған келе жатыр деп мен айтар едім. Себебі енді ақырет күні күн сайын біз ақыретке жақындап отқаннан кейін ол нәрсе, ол шынымен сол нәрсе болып жатырған сияқты өзіме. Ал енді жаңағыдай қасына мобилограф ертіп барады, немесе жаңағы әртүрлі бартерге барады. Бартер деген бар ғой, жаңа бір сен өзіңнің қызметіңді ұсынасың, ол саған соның қарсылығы ретінде мысалы умраны береді. Әртүрлі қазір мысалы нелер бар, қалай айтатын еді, жаңа умраға жіберетін нелерді, компанияларды. Әртүрлі компаниялар мысалы өздерінің қызметтерін жақсарту үшін да, ол жерде де бір не жатыр ғой, былай айтқан Меккеге кезде. барып жарнама жасайсың. Меккеге барып жарнама жасайсың, сол жерде жүрген фотоларыңды, видеоларыңды әлеуметтік желіге жүктейсің. Солай сен адамдардың жаңағы назарын аударып, өзіңнің подписчиктеріңді көбейтесің, өзіңнің саудаңды жүргізу да, былай жарнама айтқан кезде. жасау, жаңағы біздер деген жарнама жасаймыз да, Меккеге барып жаңа блогерлер жарнама жасап жатыр. Сол жарнамаға алданып қалған, жаңа өздеріңіз білесіздер, соңғы кезде айқай болды. Шатаспасам, болу керек. Оларда жаңағы жарнама жасатты блогерлер арқылы. Осылай ең соңында не болды? Түбінде қалай? Кикілжіңдер болды, түсінбестіктер болды. Адамдармен арасында түсініспеушілік болды. Себебі олар деген ол жақта уже бизнеске айналып батыр десек қате емес секілді да, уже неге Мекке қаласына жаңағы бару, қажылыққа апару, яғни бизнеске айналып батыр. Бұл енді әртүрлі жолдар бар, Меккеге барып, кейбіреулер енді шынымен өзі күтпеген, мысалы әлеуметтік желілерде әртүрлі видеолар бар ғой, мысалы мешіттің имамына сыйлыққа беріп жатырады, немесе бір жағдайы жоқ үлкен ата-анаға, мысалы көптен бері армандап жүрген мешіттің қызметкерлері, сол жерде еден жуушы деген сияқты, ол кісілерге берсе, енді ол Аллах тағаланың бір сыйы, оған берілген сондай нелер ғой. Бірақ ол адамдар оның несін түсінеді, мағынасын түсінеді да, барады, құлшылығын жасайды, қайтадан өзінің орнына келеді. Ал кейбіреулер бар да, ол жаққа барғаннан кейін тек қана фотоға түседі, құлшылығын жасайды, болды, бірақ ол мағынасын түсінбейді да. Ана бізде бар ғой, мысалы шариғатта бар, сені Аллах тағала шақырғанда қажылыққа барасың дейді. Ал бұл қалай сонда? Енді бұл жердегі мәселе материалдық тұрғы ғой, яғни қажылыққа, яғни исламның 5 парызы бар, дінге, яғни исламның 5 парызы бар, ол біріншісі калима шахадат айту, намаз, ораза, зекет және қажылық. Енді қажылыққа тек қана шамасы жеткен адамдар бар. Жаңа Аққу ұстаз айтып өткенінде, бұрынғы кездерде арман болды деп айтып жатырмық қой. Әрине ол кездерде қиындау соқты көпшілік адамдарға, өйткені материалдық тұрғы жетпеді. Жаяу барып жатқандарда да естідік. Жаяу барып жатқандарда. Ал қазіргі таңда барлығында материалдық жағдайы жетеді. Немесе жаңағы бөліп төлеу, рассрочка мәселесі де бұл жерде қарастырылған. Сондай нәрселердің барлығы жеңілдік болғаннан кейін, жеңіл болып кеткеннен кейін көп адамдар баруға мүмкіншіліктер өте, жолдары көп. Енді бұл қажылық мәселесінде жаңағыдай бизнес не деп айтып жатыр қой, бұл туризм не деген сияқты нәрселер. Яғни бұның барлығын көрген адамдар, мысалы дінге мүлдем қатысы жоқ, мысалы намаз оқымайтын, 5 уақыт намазға қатысы жоқ адамдар бұл мәселені көреді де, егер де олар жаңа айтты Travel мысалға алдап кеткен деген сияқты компаниялар болды, соларға көре отырып дінге деген онан сайын бір жаман көзқарас қалыптаса бастайды. Оған дейін де мысалға ол адамдарда хиджаб, ниқаб мәселесінде де оларда да жаман көзқарас болса, осындай Алланың үйін, Алланың яғни Қағба ол дейтін мұсылмандардың мекені ғой, сол мұсылмандардың мекенінде отырып алып алдайтындар болатын болса, онда біздің дінімізге ешқандай да сенім жоқ деп айтады. Бұл өте бір үлкен ақыреттің белгілерінің бірі десек те болады. Енді Каусар Travel жаңағы жарнама арқылы өздеріне көптеген нелер жинап алды. Оның ішінде жарнама жаса әншілер де болды, блогерлер де болды. Енді мынандай мәселе бар да, енді бәріңіз көріп жүрсіздер, куәгерсіздер, жаңа Мекке қаласына барып бизнес бастайтындар бар. Яғни Қағбаның иісі деген иіс су бар ғой, соны сатады, зәмзәм суын сатқандарды да көрдік. Және жаңағы сіз ақша аударсаңыз, мен сізге Меккеден жайнамаз әкелем деген секілді. Сонда қалай біздің мысалы Атырау қаласынан сатып алған жайнамаз бен Мекке қаласында жайнамаздың айырмашылығы бар ма? Ол жерде деген адамдар ниетіне байланысты ғой. Енді амалдар ниетке байланысты деп айтады ғой. Кейбіреулер енді шынайы құлшылық ету үшін барады. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, енді мен келгеннен кейін осындай қасиетті жердің қасиеттілігін басқа адамдарға да сездіру үшін, жұғысты болу үшін, ол адамның да ниеті ояну үшін деген ниетпен әкелуі мүмкін кейбір нәрселерді. Ал бірақ кейбір адамдар жаңа бизнестерін жоғарылату үшін, ол да қазіргі таңда Мекке деген бір бренд сияқты болып кетті ғой. Меккеден келген нәрсені барлығы тез өтеді,
қасиетті деген сөздің өзі қазір брендке айналып жатқан сияқты. Себебі мысалы сауда Инстаграмға кіріп қарасаң да мысалы жайнамаздарды әртүрлі бокстар қылып сату, бренд жасауда мысалы Қадам KZ деген сияқты әртүрлі мысалы жаңа не намазниктер болады, намаз оқитын киімдерінің өзін брендке айналдыру қазіргі таңда көп жаңа не болып бара жатыр, әдетке айналып бара жатыр да. Сол үшін жаңағы Меккеге барған кезде кейбіреулер ойлауы мүмкін, енді құр қолға айтпайын деген сияқты, келдім ғой братала, мен шаруамды да реттеп кетейін деп. Ал бірақ ол жерге арнайы құлшылық ету үшін ғана емес, құлшылық екінші орында қалып қойған сияқты, бірінші орынға бизнеске ниет етіп баратын адамдар бар да. Бұлай айтуыңызды мен ойлаймын, себебі жаңағы әлеуметтік желіде олардың прямой эфирде отырулары сондайдан көріп айтып отқан шығарсыз бәлкім да. Бірақ та бұл мысалға сіздер дұрыс айтып жатырсыздар, яғни құлшылық бірінші орында, бірақ та сауда ол сүннет қой, яғни сауданы жасау арқылы ешқандай да әбестігі жоқ оның дейтін. Меккеден алып келе ма, ол Дубайдан алып келе ма, Турциядан алып келе ма деген сияқты. Ол мәселе жаңағыдай бөлек қарастырылады, яғни оны бизнеске айналдыра ма, не зат алып келсе де, қандай заттармен шұғылданса да, әркімнің адамның өзіне байланысты дүние. Бұл жердегі мәселе просто жай ғана жаңағыдай Меккені, Қағбаны туристік орындарға айналдырмау керек, әрі құлшылығын ұмытпау керек. Барған кездегі бірінші мақсатын ұмытпау керек. Ал жаңағыдай саудамен айналысу, не істеу деген нәрселерде ешқандай әбестік жоқ. Біздер деген жаңа блогерлеріміздің, әншілеріміздің Меккеге барғанына қуанамыз. Тек олар бізге жаңағы әрине әлеуметтік желіде отырады ол кісілер, бірақ андай пайдалы іспен бөлісіп отса, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын өзім. Бұл не ғой, мысалға біреуге жаңағыдай не болып үлгі болсын деп мүмкін істейтін шығар, бірақ та енді жаңағыдай контент үшін жасау деген нәрсе болатын болса, енді ол кезде ол адамның өзі жауап береді, жаңағыдай адамның өзіне қалған іс-әрекеті, бірақ та жаңағыдай басқаларға үлгі болады. Осылай мысалы сол жаққа барып хиджаб киіп жатыр, жаңағыдай соны видеороликқа түсіріп, жаңағыдай жолдасына көрсету деген сияқты нәрсенің барлығы оның ниетінде, егер де біреуге үлгілі болсын деген ниетпен жасайтын болса, онда тұрған ешқандай әбестік жоқ. Енді бұл жердегі тоқетеріне келетін болсақ, адам әркім өзі жауап береді, ақыретте де әрбір адам өзінің күнәсі үшін өзі жауап береді. Өте дұрыс айтасыз. Жаңағы бірақ енді айып етпеңіздер, сіздер дін мамандары болғаннан кейін мен сіздерге сұрақ қойын. Жаңа бізде қазақтарда мынандай қол жетімді нәрсенің қадірі болмайды. Енді біз қажылыққа бару, өздеріңіз айтып кеткендей, қол жетімді болып кетті. Себебі бөліп төлеу қарастырылған, әртүрлі конкурстарға қатысып ұтып алуға болады. Сонда ертең мен ойлаймын да, қажылықтың қадірі болмай қалады ма деп. Жоқ, бұл жерде ондай мәселе жоқ. Өйткені қажылыққа қанша жерде мысалға неше түрлі адам барса да, қалай барса да, ол жерге барғаннан кейін Аллах Тағала кейбір адамдардың көзін жұмып қалдыруы мүмкін. Яғни ол қандай күйге түсетіні ол тек қана бір Аллаға мәлім. Яғни сіз қажылыққа барып тұрасыз да, сізге сол жаққа барып тұрып Қағбаны зиярат етпеу мүмкіншілігі тумай қалуы мүмкін. Пайғамбарымызға сәлем беру бұйырмай қалуы мүмкін, немесе жаңағыдай неге шайтанға тас лақтыру бұйырмай қалуы мүмкін деген сияқты. Ең маңызды дүние бірақ Қағбаны зиярат ету ғой, кез келген адамның қалауы сол да, сол нәрсе бұйырмай қалуы мүмкін. Сол үшін жаңағыдай қадірі кетеді деген дүние бұл осы Қағбаға келген кездегі қатысты сөз емес. Яғни Қағбаға келген кезде қанша жерден жаңағыдай неше түрлі жолдары ашық болсын, неше түрлі жаңағыдай адамдар бара берсін, жұлдыз бола ма, басқа бола ма, кедей бола ма, бай бола ма, қандай адам барса да, ол Қағба Алланың үйі. Ол сол ешқандай өзгеріссіз қалады. Тек қана ақырет келген кезінде, яғни ақыр заман күні болады, сол кезде ғана ол жерге жаңағыдай Қағбаның сынуы, не істеуі деген сияқты нәрселер болады. Алайда оған дейінгі, яғни ақыр заманға дейінгі болып жатқан дүниелердің барлығында, яғни дін ешқандай өзгеріссіз қалады. Мекенде, қасиетті мекенде ешқандай өзгеріссіз қалады. Яғни адамдардың ойында сондай бір ой қалыптасып қалмау керек та, что ол біздерге қазіргі таңда оңай түсіп жатыр, енді ешқандай да қадір қасиеті жоқ деп, ертең сондай етіп адамдар түсініп алып, ол жақты көпшіліктер мысалға туристік деп қарап жатырғандар да бар шығар енді қазіргі таңда, бірақ онан сайын ары қарай сондай ой қалыптасып қалмау керек та, ол ешқандай өзгеріссіз қалатын дүние.
Иә, өте дұрыс айтасыз, Айгерім ұстаз. Мен бір нәрсеге назар аудартқым келеді көрермендерді. Бұл жерде біздер не себепті блогерлерді сөз қылып жатыр? Себебі қазіргі әлеуметтік желінің дамыған заманында барлық нәрсені біздер әлеуметтік желіден көреміз. Соларға ұқсамыз келіп еліктейміз. Сол себепті бәрі көзбен көріп жүргеннен кейін тек блогерлер мәселесі ғана талқыланып жатыр. Ал оған дейін көрінбейтін нелер де бар да, мысалы көрінбейтін адамдардың да жасап жүрген қылықтары. Ол қазір қате түсініп қалуы мүмкін. Не себепті тек блогерлерді ғана сөз қылып жатыр деп. Ол барлық жерде болып жатқан нәрсе. Иә, мен осы жерде жаңа қосылғым келді да, айтайын деген бір-екі дүние болған. Мысалға, енді блогерлардың, жаңағы әншілердің хиджаб кию шешу мәселесінен бөлек қарапайым халықтың арасында да, иә, жас қыздардың арасында да ол мәселе өте кең таралып жатыр, иә. Мысалға, тіпті білімсіздікпен жақсы жасап жатыр деуіміз мүмкін, иә, бірақ та білімі бар адам, медресе көрген адамдардың арасында да ондай дүниелер болып жатыр. Яғни мен өзім басымнан өтті, медреседе жүрген кезімізде жаңағыдай медресені толықтай бітіріп, толықтай хиджаб киіп, толықтай медресені бітіріп, 3 жыл қатарынан ислам дінінде, яғни ислам жолында жүріп білім алған қыздарымыз болды. Қазіргі таңда хиджабтарын олар яғни шешіп тастады, иә. Бұл жаңа басында айтып өттік қой, иә, бұл үлкен жауапкершілік. Аллах тағала бұл үлкен жауапкершілікті кез келген адамға бере бермейді. Иә, оны тек қана көтере алатын адамға береді. Мысалға, ол қандай жағдай болмасын, өмірінде қаншалықты қиын сәттер кездессе де, иә, діннен алыстау, хиджабты шешу ешқашан бір жақсылыққа келмейді. Өте дұрыс айтасыз. Енді осымен біз бағдарламамызды аяқтайық, қорытындылайық. Өздеріңіздің соңғы сөздеріңізді айтып өтсеңіздер, азғантай уақыттың ішінде біздер жаңа қоғамда өзекті болған тақырыптарды талқыладық деп ойлаймын. Бір қорытынды сөздеріңізді айтып жіберіңіздер. Енді осы бізде мына жаңа формат қой, әйел адамдарға арналған, басқа подкасттарға қарағанда кішкене еркін форматтағы да, енді бір ресми сұрақтар қойылып, тек қана бір интервью берген сияқты емес, әркім өзінің пікірін айтып деген сияқты. Себебі қазіргі таңда адамдарға сондай нәрсе өтімді да, тыңдайтын мысалы сұрақтардан. Енді біздің мақсатымыз сол ғой, адамдарға айтылған нәрсенің ішінен бір амал ететіндей бір ғана не тапса, ақпарат тапса да, сол нәрсеге, мысалы біздің ниетіміз сол нәрсеге қуанышты боламыз. Тек қана алдағы уақытта да енді жақсы ақпарат беретіндей бағдарламаларымыз көбейе берсін дегім келеді. Рахмет. Ақыретке қарай дінді ұстану қолда шоқты ұстағанмен бірдей. Сондықтан сіздерге айтарым, құрметті көрермендер, Аллах сіздердің имандарыңызды берік қылсын. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Және де құрметті көрермендер, келесі бағдарламаға өздеріңіздің ұсыныс пікірлеріңіз бен сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырып, лайк басып, репост жасап, біздің видеомен бөлісулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар біздің Instagram парақшамызға тіркеліп қойыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.